Күнде телефон ашамыз, бірдеңе іздейміз. Карта қараймыз, такси шақырамыз, музыка қосамыз, хат тексереміз. Бірақ осының бәрі бір экожүйеге жиналған платформалардың бірі Яндекс.Кз. Көп адам оны тек іздеу жүйесі деп ойлайды, ал шын мәнінде бұл Қазақстандағы ең танымал цифрлық сервистердің үлкен жүйесі. Біз бүгін Яндекс.Кз деген не, қалай пайда болды, Қазақстанға қашан келді және неге ол әлі де маңызды екенін қарастыратын боламыз. Яндекс.Кз интернет технологиялардың айналысатын халықаралық IT компания. Оның ішінде бір ғана іздеу жүйесі емес, бірнеше сервис қатар дамыған. Мысалға, Яндекс Search, Яндекс Maps, Яндекс Go, Яндекс Mail, Яндекс Диск, Яндекс Music деген сияқты, Алиса деген сияқты жасанды интеллект негізделген көмекшілер бар. Яндекс.Кзтің ерекшелігі ол тек ақпарат табуға емес, күнделікті өмірді жеңілдетуге арналған толық цифрлық орта құралы. Қазақстанда Яндекс.Кз жергілікті тілдік ерекшеліктерді ескере отырып, аймақтық сұраныстарды және қазақстандық контентті ескере отырып жұмыс істейді. Сондықтан оны көп қолданушыға ыңғайлы болып отыр. Және Яндекс.Кзтің ең мықты нұсқасы ол бірнеше сервисті бір жүйеге біріктіруі. Мысалы, бір аккаунтпен сіз іздеу жасауға болады, маршрут немесе такси шақыруға болады, немесе жасанды интеллектінің көмекшісін жұмыс істеуге болады. Бұл әзірше студенттер, блогерлер, кәсіпкерлер, жүргізушілер және күнделікті онлайн сервистерді қолданатындар ыңғайлы. Яғни күнделікті осындай қолданушыларға ыңғайлы етіп жасалған. Тағы да бір маңызды жағы, Яндекс Қазақстан нарығына ерте бейімделді. Қазақ және орыс тіліндегі сұраныстарды түсінуі, жергілікті карталар мен бағыттарды көрсетуі, аймақтық жаңалықтарды ұсынуы оны қарапайым іздеу сайтының әлдеқайда жоғары деңгейге шығарды. Қазіргі заманда тек ақпарат іздеу аз. Адамға жылдамдық, дәлдік, ыңғайлылық және бір ортада жұмыс істей алатын құралдар керек. Яндекс.Кз осы сұранысқа жауап бере алды. Енді, егер сен интернетті тек іздеу үшін емес, күнделікті жұмыс пен өмірді жеңілдету үшін қолданғың келсе, Яндекс.Кзді зерттеп көру керек. Себебі, оның сервистерінің танысып шықсаң, қайсысы өзіңе пайдалы екенін тез түсінесің. Егер осы тақырыптағы видеоны ары қарай дамытқың келсе, келесі қадамда мыналарды жасасаң болады. Қысқа YouTube сценарийін жаз, ұзын деректі видеоның мәтінін жаз, және оған voice-over жазасың, яғни озвучка жасайсың. Сосын 1 минуттық шорт нұсқа. Яндекс.Кз тек іздеу жүйесі емес, ол Қазақстандағы кең таралған көп функциялы цифрлық экожүйе. Ол іздеу, карта немесе такси, почта, жасанды интеллект құралдарын біріктіріп пайдаланушыға бір жерде толық шешім ұсынады. Сондықтан Яндекс.Кз туралы толық видео жасау қазіргі. Осымен менің Яндекс.Кз туралы айтқан ақпаратым сізге пайдаладым. Осымен менің Яндекс.Кз туралы айтқан пайдалы ақпаратым. Осымен менің Яндекс.Кз туралы айтқан ақпаратым пайдалы болатын болса, видеоны лайк басып қойыңыз. Осымен менің Яндекс.Кз туралы айтқан ақпаратым пайдалы болатын болса, видеоға лайк басып, арнамай жазылып қойыңыз. Себебі осындай видеолар тұрақты түрде шығып отырады.